Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін жеңіл әрі оңай, өте дәмді болып шығатын гуляш тағамын дайындайтын боламыз. Өте қарапайым рецепт, міндетті түрде жасап көріңіздер. Бізге тек қана ет пен пияз ғана қажет. Пиязымызды видеода көрсетілгендей ұсақтап турап аламыз. Және де етімізде біркелкі ұсақтап тураған дұрыс, тез пісу үшін. Алдын ала табамызға май құйып, қыздырып дайындап қоясыздар. Етімізді турап алдық. Енді табамызда дайын тұр. Етімізді салып, сарғайғанша жақсылап, араластырып қуырып алатын боламыз. Жақсылап қуырып алдық. Енді пияз салып, тағы да барлығын жақсылап араластырып алатын боламыз. Пиязымызда жақсылап қуырылуы қажет. Енді бетін жауып 5-10 минуттай қуырып алатын боламыз. Пиязымыз жақсылап қуырылды. Енді бір ас қасық томатымызды салып, барлығын жақсылап араластырып, тағы да қуырып алатын боламыз. Томат толықтай араласуы қажет. Жақсылап қуырылды. Енді су құятын боламыз. Су кішкене көбірек құя берсеңіздер болады. Енді дәміне қарай тұз, өзіңізге ұнаған приправа түрлерін қолдансаңыздар болады. Енді бетін жауып, баяу отта пісіретін боламыз. Бізге енді бір ас қасық ұн және де су құятын боламыз. Енді барлығын жақсылап араластырып алатын боламыз. Толықтай сұйық болғанша араластырып аласыздар. Қою болып жатса кішкене су құйып алған дұрыс. Менде кішкене қоюлау болып қалды. Осымен дайын. Енді жаңағы дайындап алған ұнымызды осы үстіне құятын боламыз. Тез-тез құйып, тез-тез араластырған дұрыс. Бұл тамақтың қою болғанына керек. Осылай тез-тез жақсылап араластырып аламыз, әйтпесе пісіп кетеді. Біздің гуляшымыз қою әдемі болып шығады. Енді бөлегі тұсымызға сары майды ертіп аламыз, немесе пісте май қолдансаңыздар болады. Осылай күрішімізді жақсылап жуып тазалап, майдың үстінен саламыз. Осылай жақсылап 1-2 рет қуырып аласыздар. Көп қуырудың қажеті жоқ. Сонда біздің күрішіміз езілмей, дана-дана бір-біріне жабыспай әдемі болып піседі. Негізі гарнирге пюре, макарон, өзіңізге ұнаған кез келген қолдана бересіздер. Егер күріш пісіретін болсаңыздар, осылай жасасаңыздар болады. Енді су құямыз, кішкене күрішіміз батып тұратындай. Тұз салып, енді пісіретін боламыз. 20-25 минутта піседі. Осылай біздің өте әдемі болып шықты. Гуляшымыз қою әрі дәмді болып, етіміз жұмсақ болып, міндетті түрде осылай жасап көріңіздер. Күрішімізде езілмей, бір-біріне жабыспай, осылай дана-дана әдемі болып шықты. Осымен біздің тағамымыз дайын. Өте керемет болып шықты. Бетіне қалаған ас көңіз тепсеңіздер болады. Видео ұнаса лайк бас, комментарий қалдырып кетіңіздер. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар. Алда көптеген жаңа рецепті шығаратын боламын. Баршаларыңызға ас болсын.